Бұл енді театрға мен Союз уақытында келіп кіріп жұмыс істеп кеткен 5-6 жыл. Содан кейін жаңа жағдайлармен жұмыстан шығып, басқа салада жұмыс істедім. Негізі өзімде өнерге нем бар, өнер бар. Өлең айтамыз, домбыра тартамыз. Оны бірақ енді оқымадық. Содан 2003 жылы осы театрға келіп, қайтадан кіріп, қазір істеп жатқаныма 21 жыл болды ғой енді. Сол жаңағы айтқандай спектакльді жаңағы бізде спектакль ғой, арнайы. Сол енді бізге жаңа сахна құрып береміз. Артистердің жаңа несін сақтығына құлап кетпеу керек, сахнаның бәрін жақсылап орнату керек. Соларын орнатып береміз. Бұл сахна құрғанда декорацияның спектакльде оңайы да бар, қиыны да бар, ауыры да бар. Көтеріп істейсің, көтеріп түсіресің. Оны сахнада жүргенде адамдар көтеріп түсіресің. Бұл да оңай жұмыс емес негізі. Ол да жаңағы артистердің құламауын бәрін қамтамасыз етесің ғой, онысы болмайды ғой. Сол 21 жылдан бері өшіріп істеп жатыр. Пәленбай айтып спектакль болып жатыр. Бізде енді спектакльдердің бәрі негізі болады өзі 10 жылдық бар, 10 жылдан кейін жаңағы списанияға кетеді. Списанияға кеткеннен кейін оның орнына басқа спектакльдер, сказкалар келеді. Жаңартып отырады ғой сказкалардың бәрін. Мысалы бар, мысалы Гамлет деген спектакль бар бізде. Өте декорациясы ауыр. Мысалы Қосшыбай деген не болды, спектакль болған. Онда декорация ауыр. Темірден болады. Солардың бәрін жаңағы құрасын. Бір спектакльді 2 сағат құратын күндер болады. Мысалы қиындарын, оның бәрін келтіріп. Оны оңай емес қой, бар сахнаға бүйтіп қоя салмайсыз. Оның өзінің жаңа қоятын орындары бар. Бәрі как боласың, орнына қоясың. Театр деген жақсы ғой бұл. Мысалы кейбір көрермендер, кейбір халықтар түсінбейді. Бұл театрды келіп көрген өзі бір адамға рух береді ғой, демалып қайтасың спектакльді көргенде, шын айтқанда. Оны түсінбейтін де бар енді халықтар. Әйтпесе негізі келіп бір спектакль көрген өзі қандай рахат, адам демалып кетесің. Қазір қайта кішкене адам көбейген ғой, баяғыдай емес. Қазір көрермендер көп. Көрермендер көп келеді, жақсы келіп жатыр. Жақсы көріп, жақсы қабылдап келіп жатыр. Спектакльді мақтап кетеді. Ол спектакльде отырып жылайтындары да бар, көрермендерін көріп жылап кетеді. Комедиясында күліп кетеді жаңағылар енді, көрермендер. Сол ұнайтын болған соң, соңғы жүрім досы жайлап айтыр. Тәсілім жасап. Бұл үйленіп қалған кейін шыққың келмейді, қимайсың ғой. Шын айтқанда бұл жұмысты қимайсың. Оны жасыратындығы жоқ. Өнер саласында жүргеннен кейін ғой енді біздің жаңағы спектакльін көресің. Спектакль көргенде спектакльдің өзінен өмір түсіне білсең, спектакльдің өзінен өмір аласыз ғой. Білесің, мына жер мынандай екен ғой, мынандай екен ғой деген сияқты мысалы. Оны спектакльдің өзінен тәрбие аласыз. Көрермендер ол қарағанда артистердің, актердің ойнағанына да қарайды. Ойнағанына да қарайды. Соңғы сахнаның безендіргеніне де қарайды. Қалай безендірген, жақсы ма? Онда оларды енді бізге келіп жаман болсын, жақсы болсын біздің бетімізге айтпайды ғой. Бірақ іштерінде кетеді не болса да. Бірақ бізде енді жаңағы бәрі сахнаны декорациямен дайындағанда бізде олқы болмайды. Олқылмайды. Себебі біз халықпен жұмыс істейміз ғой. Олқы болмайды. Халықтар сүйсініп көріп, сүйсініп жаңағы біздің құрған декорацияны көріп кету үшін, демалып кету үшін. Сол себептен бізде олқылық болмайды. Қазір жастар көбі жұмыс істемейді. Тұрақтылық жоқ, мысалы. Көп таба берсем. Мен жерге келгеннен кейін ол актер болсын, сахна жұмысшысы болсын. Сол кірген кезде сол ақыр, мысалы актерлер мамандығын бітіргеннен кейін мен сөзден өсем, өнемдеу керек. Мысалы, мен өз жерден кірдім, өз жерден өнем. Ол бірден бар, бір жерге бар, бастық болып отыра алмайды. Бір жерге бар, бір жерде зам болып отыра алмайды. Сөзден көтеріледі. Мысалы, мен маған жаныма жұмыстар келсе солай, мысалы. Келгеннен кейін бұл қандай жұмыс болсын, оның ауырлығы да, жеңілдігі де бар. Сол ауырлығына шыдай білу керек. Шыдай білу керек.
ол себебі шыдай алмадың, ол жұмыс істелінбейді. Мысалы бізге маған жұмысшылар келеді, жас балалар. Ой, ағай, бәрін қатырамыз, бәрін сөйтеміз, бәрін етеміз деп істеп келеді да, бір ауыр спектакль келгенде бір жақсылап бір 3-4 мәрте істегеннен кейін жайлап істегісі келмейді. Ол жаңағы ауырдың астымен үстімен жүре бергісі келеді олар енді. Онда ол болмайды ол. Ол жұмыс болғаннан кейін соны сүйсіне білу керек. Соған жету керек ары қарай. Осы мен өсем-ау деп. Сонда тіршілік болады. Қазір жастардың көбісі шын айтқанда былай жұмыс істемейді ғой. Оңай жолға, ақша табу деген сияқты. Қазір сотқа дейін бе, барнау дейін бе, солармен тіршілікте сондай болып жатыр ғой. Бір дегенде үйреніп кеттім мен. Бір дегенде сразу қабылдадым, бір дегенде сол өз тіршілігімді қолыма алдым да жылдам үйреніп алдым. Сөйтіп екінші кіргенде сразу, ол кезде бірінші кіргенде мен жұмысшы болып кірдім, сахнашы болып әшейін. Сол сахнашы болып істеп жүрдім де, сонымен кеттім. Шықтым жұмыстан, қайтып келгенде уже аға сахнашы болдым. Стажым болды 5-6 жыл деген. Содан кейін келдім де сразу аға сахнашы болып кірдім. Содан мен әлі сол аға сахнашы болып жұмыс істеп келатырмын. Енді тұрақтылық істеп болып, пенсия жасына келіп, пенсияға шығып алдым енді. Бақа істей береміз. Шама бар істеуге.